Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін сіздерге шарлотка, яғни алма қосылған пирогтың рецептін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны аяғына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі деген енді күшті. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек. 4 жұмыртқаны осылай миксермен жақсылап араластырамыз. Ақ көбік пайда болғанша араластырып тұрамыз. Осындай қазақша каналдарды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді шай пиялайдың көлемінде бір пиялай қант керек. Бірінші жартысын қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын қалған жартысын қосып, қантымыз ерігенше миксерлейміз. Миксерлеріңіз болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Енді 200 грамм ертілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сорпа ішетін кесенің көлемінде 1 кесе ұнға 1,5 шай қасық разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын оны жаңағы сұйықтығымызға қосып, 2-3 бөліп араластырамыз. Бірінші миксерімізді қоспай, осылай араластырып аламыз, әйтпесе ұндарыңыз жан-жаққа шашырауы мүмкін. Жақсылап біркелкі масса болғанша осылай араластырып аламыз. Міне қоюлығы осындай болу керек. Қатты сұйық болып кетпеу керек. Міне осындай қоюлықта болу керек. Енді оған 3 алманы қабығынан ашып, осылай жұқа етіп турап қосасыздар. Қалың болмау керек, жұқа болу керек. Сол кезде әдемі болып піседі. Қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Қоспамыз дайын болды. Енді оны тапаға пергамент қағазын төсеп, қоспамызды саламыз. Бетін қасықтың көмегімен бір тегіс етіп, осылай шеттеріне жететіндей қылып жағып, бірдей қылып тегістейміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Енді бетін әсемдеу үшін орта көлемде 2 алма керек. Алманы ортасынан бөліп алып, міне осылай сәндеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градусқа 30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Көрінісі де өте әдемі, дәмі де күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдын ала рахмет, ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.